Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Арман, және де каналдың аты ауысты достар. 1050 подписчикке жеттік. Енді алдағы уақытта соңғы 2 салған видеомыз өте жақсы қаралымдар жинаған екен. Ендеше ең алғаш болып YouTube'ға келген кезде осы заброшканы түсірген болатын, және де көбісі жазған болатын, 2 сериясын түсірдік. Ендеше достар, біз бүгін бұл заброшканың ішін кіріп 24 сағат болмаса да біраз уақыт ішін аралап, сол кездегі елестің дауысы болды. Сол елес бүгін бар ма жоқ па тексеріп көреміз. Ендеше достар, көп созбаймыз, біз видеомыз Ендеше достар, ең алғашқы видеода бізде білесіздер, көрген болсаңыздар, мен когда сөйлей жатқан кезде сағат 11:59 болған, түнгі, яғни 23:59. Сол кезде біздер дауыс естіген болатынбыз. Бірақ кейіннен тағы да кіріп қарағанда, дәп сол уақытта кірген кезде тағы да сондай дауыс шыққан болады. Яғни біздің өзіміздің түсінгеніміз бойынша ол жерде мүлдем кіруге болмайды, түн ішінде кіруге болмайды деген белгілер сияқты. Және де маған ВК парақшаға 50%, тіпті 58% адам элеватордың 2 сериясын түсіріп, және де сол уақытта түсірші деген болады. Бірақ біз сол уақытта түсіре алмаймыз, себебі біз кірген кезде либо камерамыз дұрыс болмай қалады, либо біз кірген кезде тағы бір тықылдар болды. Сондықтан әзірше ондай видео 3 сериясын шықсын дегенде 200 лайк жинайық, сосын шығарамыз. Ал ендеше достар, кішкене обзор жасауға болады. Біздер ең бірінші келгенімізде мыналар жоқ болатын, мынандай краскілер, яғни бізден де басқа адамдар келді деген сөз. Сосын тағы да айта кететін жағдай, подписчиктердің арасында біреулер айтқан болатын, бізде кірген кезде бұл жерде біреу бар деп, яғни бұны күзететін біреу бар деп, яғни бұл жерде біз білмейміз, күзететін біреу болса, ол шығатын еді. Бірақ әлі шыққан жоқ. Ендеше кеттік жалғастырайық. Қалдықтар көп. Біз түбіне дейін сол кезде бармаған болатынбыз. Біздер достар сол күні ең соңғы бөлмесіне дейін кіре алмадық. Неге? Себебі бұл бөлмеде бір тылсым жайттар болады. Оны өздеріңіз келіп көрсеңіздер болады, егер де келіп көрем деушілер болатын болса. Бірақ 23:59-да осы жерге кіріп, дәп осындай бір видео түсіріп көріңіздер. Болмаса камераңыз дұрыс болмайды, болмаса ішінен тылсым бірдеңелер шығады. Ал ендеше жалғастырамыз. Достар, бұл жерде ешкім жоқ, яғни бұл біз қазір кіріп жатқан уақыт, кешкі уақыт, әлі де болса күндіз, сағат қазір шамамен 5-6-да болып қалды. Ендеше достар, біз бұның үшін обзор қатты көп жасамаймыз, себебі келесі видеода біз сол 23:59-да келіп, нақты соны шешетін боламыз. Егер де бұл жүрген сияқты ғой. Біреу жүрген сияқты ғой. Тұқылар естіледі. Иә, естіліп отыр. Бірақ жаңа біз келетін алдында ешкім болған жоқ шын, иә? Ешкім болған жоқ. Ендеше достар, біздер көп созбаймыз. Бұл не? Достар, дәл осы дауысы білесіздер, бірінші видеода көрген болатынсыздар. Дәл осылай шыққан болатын. Дауыс мына жақтан шықты, кеттік барып көріп қойдық. Достар, бұның ішінде ешкім жоқ. Абсолютно ешкім жоқ. Біз тексеріп шықтық, обзор жасадық. Мүлдем бір адам жоқ, бірақ жәнегі дауыс естідім реально. Өзі шықты ма жақтан? Өзі шықты. Достар, тағы да дауыс шығып жатыр реально. Мына жақтан дауыстар шығып жатыр. Бірақ бұл жаққа барып көрейік. Иә достар, бұл жерде тылсым дауыстар көп. Және де мен сіздерге қазір дәлелдеп берейін. Біз не оператор екенбіз, бір орында тұрамыз қозғалмай. Және де мен қазір 2 сұрақ қоямын. Егер 2 сұраққа жауап ала алатын болсақ, демек бұл ішінде біреу бар деген сөз. Бірінші сұрақ, егер де осының ішінде біреу болатын болса, және біздің келгенімізге қарсы, біздің видео түсіргенімізге қарсы болса, бір дыбыс не? Түсінбедім. Естідім. Кән дауыс шықты. Иә. Мен мына комнатадан шықты. Міне достар, осы комнатадан және дауыс шықты, бірақ егер біз жасап жатқан болсақ, бұл деген бір жүгіріп болмаса, бұл жерде дауыс шығады, бірақ біз екеумізден басқа болып жоқ. Тыныш. Иә. Біз бұл видеоның жалғасын келесі күнде шығарамыз боламыз, яғни егер де бұл видео көргілеріңіз келсе,
бар ма және де